Баршаңызға қайырлы күн. Құрамы 2 заттан тұратын 2 дана жұмыртқадан осындай дәмді хворост жасаймыз. Осы рецептпен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыз. Бізде осылай мол болып шығады. Ол үшін ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Шым-шым тұз қосамыз. Венчикпен араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды қосып, қамырымызды илейміз. Бізде 1 келкі болғанша илеп шығамыз. Бізде осындай қамырымыз дайын болды. Кішкене тұндыруға қоямыз. Ал енді жаямыз. Ұнымызды сеуіп, оқтаудың көмегімен жаямыз. Жып-жұқа етіп жайып аламыз. Менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Жаңа рецепттерді өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басамыз. Осы видео сізге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Арасына ұнымызды сеуіп отырып, жаямыз осылай. Видеода көрсетілгендей етіп. Осылай жып-жұқа етіп жаямыз. Кішкене ұнымызды сеуіп, оқтаумен бірге ораймыз. Ортасынан кесеміз осылай. Кішкене ленталарға бөліп, сол ленталарымызды 4-ке бөлеміз.
Барлығын кесіп дайындап алдық. Қызып тұрған майымызда кішкене бөлігін салып, аз-аздан пісіріп аламыз. Осылай араластырып тұрамыз, екі беті бірдей қызару үшін. Бізде осылай сары түске енген кезде майдан аламыз. Қалған бөліктерінде дәл осылай кішкенеден салып пісіреміз. Ыстық кезінде осылай қасықпен бал құямыз. Құйылатылған сүт қолдануға да болады. Балмен ерекше үйлеседі, осылай жасап көріңіздер. Аз ғана уақыттың ішінде шайға арналған тәттіміз дайын болды. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Бізде осылай 5 тарелка шықты. Ас болсын.